Ассаламу алейкум көрермендер, қалайсыңдар? Бәрі жақсы ма? Міне біздер өзіміздің обзорларымызды бастаймыз. Міне бір кондитерский магазинге келдік. 3 заказ түсті. 3 заказда міне торттарымызды салған Полайер деген морозильнигіміз. Бұл жерде артынан су ағады дейді. Сол суды ақпау үшін біздер осындай нәрсе істедік міне. Осылай тасып кеткен жағдайда ғана осылай ағатты неге шелекке. Мынау екінші холодильник, бұл да торт салат, бұл сол магазиннен бәрі өзіміздің таныс, күнделікті істеп жүрген кондитерлік қызмет жасайды бұлар. Біздер де соларға қызмет жасаймыз. Бұның да сол су ағатын нәрсесі, бұны шешімін таба алмаған, солай мен салып бердім. Мына жерде тоже торт салатын витринный холодильник. Бұл жерден де мына астына қойған табағымызды су ағып, сол толғаннан кейін төгіп тұрады. Одан қоса мына жерде радиаторлары, мына көріп тұрғаныңызды көрсеткен радиаторлары шаң басуда. Соны да тазалап біздер қызмет көрсетеміз. Бұларды тазаламаудың кесірінен былай айтқанда давлениемен тесіледі. Давление көтеріліп кетеді қатты, содан кейін бітелгеннен тесіліп кетеді. Ол сосын тағы да қызмет көрсетуге шақырады. Сол үшін біздер алдын ала айтып кетеміз, түсіндіріп кетеміз. Егер де сізге де сондай қызмет түрлері керек болса, холодильник жөндеу, кондиционер жөндеу, онда біздің номерлеріміз мына жерде көрсетілетін болады. Соған хабарлассаңдар болады. Жаңаөзен қаласы бойынша жалпы. Мына жерде тоже бір адреске келіп жатырмыз. Бұл жерде бір видеомда айтылды. Сол видеомда мына пышақпен тесіп алған мұзын ертем деп. Сол үшін басқа да видеоларымызда айтылғандай бұның жолы бар жалпы. Қалай ерту керек, бәрі айтылған видеоларымыз бар. Бұйырса осы холодильникті жөндеудің видео түсіретін боламыз. Соны алдағы уақытта біздің каналымыздан қарап отырсаңдар болады.